Қайырлы күн, құрметті сұлу ханымдар. Менің ашығу туралы тегін сабағыма қош келдіңіз. Сізге уәде етілгендей, қазір сізге ашығудың жалпы құпияларымен бөлісіп, толыққанды ақпарат беретін боламын. Жалпы мен бірінші кезекте өзімді таныстырып өтейін, мен кіммін, бұл жолға қалай келдім. Мен доктор Айжана, ашығу экспертімін, 9 жылдық медициналық білімім бар. Бұл ашығу саласында жүргеніме жалпы 1,5 жылдай уақыт болып қалыпты. Осы уақыт аралығында 7,000-нан астам қыз-келіншектердің ашығып, арықтап, денсаулықтарын реттеуге, өздерінің қалаған фигураларына жетуге қазіргі таңда көмектесіп жүрмін, және бұл сан күннен күнге артып келе жатыр. Ал ханымдар, жалпы тоқтала кететін болсақ, толыққанда ашығу дегеніміз не? Ол ағзаға қалай әсер етеді және ашығу арқылы қалай салмақ тастауға болады? Ашығу арқылы қалай салмақ түседі жалпы? Осы сұрақтарыңызға толыққан жауап беріп өтейін. Ашығу дегеніміз, жалпы ханымдар, бұл бізге Алла тағаладан адамзатқа берілген үлкен мүмкіндік. Жалпы біз ашығатын болсақ, ханымдар, бізде ағзада аутофагия деген керемет процесс оянады. Бұл аутофагия процесі адамның ағзасындағы өзінің зиянды жасушаларымен қоректенуімен, керек емес майларымен, запастарымен қоректену арқылы біздің денсаулығымыз жақсарады және салмағымыз түседі. Аутофагия процесінің толыққанды ғылыми тұрғыдағы мағынасы қарапайым тілде сіздерге түсіндірейін. Аутофагия дегеніміз ағзаның өзін-өзі тазалауы, ағзаның өзін-өзі қайтадан қалыпқа келтіру процесін аутофагия деп атаймыз. Ашығу кезінде именно осы аутофагия процесінің оянуы арқылы ағзаға осындай керемет пайдалары тиеді. Аутофагия процесі, ханымдар, тіпті мұның кереметтілігі соншалық 2016 жылы Нобель сыйлығын алған жапондық Ясунори Асуми деген мықты ғалым осы аутофагияның адам ағзасына қалай әсер ететіні туралы толыққанды ашып, түсіндіріп, пайдасын айтып, Нобель сыйлығын алған. Білесіздер, Нобель сыйлығын анау-мынау ғалымдар ала бермейді. Еще анау-мынау ғылым алмайды. Ғылыми тұрғыда адамның ағзасына пайдасы бар екені уже дәлелденіп қойған. Ендігі кезекте, ханымдар, аутофагия процесі ашыққан кезімізде оянғаннан кейін ағза түсінеді. Адам ашығып бастады. Ендігі кезекте біз әрі қарай ағзаны ашықтырып жібермес үшін біз қосымша ағзаға тамақ келмегеннен кейін ағзаның запастарымен қоректенуге өткізіп жіберуіміз керек деген миға сондай сигнал келеді. Енді ол сигнал осы аутофагия процесін оятады. Аутофагия процесі оянғаннан кейін ағзадағы инсулиннің деңгейі түседі. Біз тамақ жемегеннен кейін инсулиннің деңгейі төмен түскеннен кейін ағза энергияны біздің ішіміздегі запастарымыздан алып бастайды. Біз енді әрі қарай тамақтанбасақ та өміршеңдігімізді жалғастыруымыз керек қой, иә? Мысалға, менің ашығып арықта атты курсымда 5 күн, 10 күн, 20 күн ашыға беретін ханымдар бар, бірақ олар кәдімгідей қарапайым күнделікті энергичный өмірлерін сүре береді. Ол неден? Бізде ағзада аутофагия болып жатыр. Ағза іштегі майларымызбен, зиянды жасушаларымызбен, токсиндерімізбен, шлактарымызбен қоректеніп, соларды сыртқа шығарып жіберіп, сол ішіміздегі запастарымыздан энергия алып, қарапайым күнделікті өмірін энергичный етіп жалғастыра алады. Яғни адам ашыққан кезде сіздер ойлайсыздар ғой, ойбай бітті, өлдім, талдым деп, былай жатып қалам деп, ондай нәрсе болмайды, ханымдар. Біз ашыққан кезде әлсіремейміз, керісінше күнделікті энергиямыз одан сайын артып отырады. Өйткені біздің ішектеріміз, ішіміз, ағзамыз тазарып отырады. Қанымызға дейін, жасушаларымызға дейін тазарып отырғаннан кейін адамның ағзасындағы энергетический потогы жоғары жаққа қарай наоборот көтеріледі. Одан кейін адамның денсаулығы жақсарады. Өйткені аутофагия процесі ол өзін-өзі емдеу процесі. Ағза аутофагия процесі оянған кезде өзінің ішіндегі асқынуларымен күресіп, өзін-өзі емдеп бастайды. Жасушалық деңгейде. Мысалы, біз адам болсақ, адамның ағзасы мысалы дене, кожадан тұрады, мүшелерден тұрады, көз, құлақ деген сияқты сенсорлық мүшелерден тұрады, тырнақ, шаш, оның ішінде еще біздің ішкі мүшелеріміз бар, өмірлік маңызды жүрек, бауыр, бүйрек, өт деген сияқты, жатыр деген сияқты осындай маңызды органдарымыз бар. Бірақ бұл органдарымыздың, сүйектеріміздің, терілеріміздің барлығы бір нәрседен құралған. Ол жасушадан құралған. Жасушалар бірігіп бізді адамзатты құрайды.
біздің шашымыздың ұшынан бастап тырнағымыздың ұшына дейін жасушадан құралғанбыз. Ал аутофагия дегеніміз осы бізді жасушалық деңгейде емдейді. Сіздің ішіңіздегі әрбір жеке жасушаның ішіне кіріп, ішін тазалап, ішіндегі зиянды нәрселерді сыртқа шығарып, токсиндерді, химикаттарды сыртқа шығарып, оның жанындағы майлармен қоректеніп, өлі жасушаларды одан сайын өлтіріп, онымен тамақтанып, өзіне қорек етіп алып, және жасуша тура өзі сияқты сау жасушаны жанына түзіп береді. Осылай бізде адам ашқан кезде, яғни тек қана денсаулығы жақсармайды, тек қана салмақ тастамайды, еще жасарады. Өйткені ашығу кезде бізде коллаген бөлінеді. Яғни адамның ішіндегі табиғи коллагені бөлінгеннен кейін осылай бізде жаңа жасушалар пайда болады. Жаңа жасушалардың пайда болуы біздің ағзамыздың асқынуларын қайтадан қалыпқа келтіреді, тері аурулары емделеді. Тіпті кейбір даже 60-65 жастағы ашығып жатқан ханымдар, одан да жас болса да, уже бізде 30 жастан кейін әжім пайда болып бастайды ғой, әжімдерінің кетіп жатқанын байқайды ханымдар. Менің өзім ашқан кезімде бетімдегі мынау постакне деп айтып жатады ғой, угриден кейінгі қалып кеткен шрамдарымның кетіп қалғаны байқалады әр ашығуымда. Мен бұған дейін ханымдар 11 рет ашықтым, және уже өзімнің 3-4 ашығуымда -26 килограмм нәтиже көрсеттім ханымдар. Болым ашығуға келгендегі артық салмақ болған. Бірақ артық салмақтан ғана құтылған жоқпын. Мен бойымдағы бүкіл ауруларымды ешқандай дәрісіз, химикатсыз осы ашығу арқылы емдеп алдым. Менде болды жировой гепатоз, инсулин резистенттілік, менде болды бетімде әртүрлі угрелер, дақтар, босанғаннан кейінгі қалып кеткен дақтар, босанғаннан кейінгі қалып кеткен салбыраған ішім болды. Ашығу кезіндегі коллагеннің бөлінуі арқылы тартылып, әдемі арықтаған. -26 килограмм деген ол қарапайым салмақ емес, ол әжептәуір үлкен салмақ. Бірақ соншалықты үлкен салмақ болса да, Аллаға шүкір, менің еш жерім салбырамаған, әдемі арықтағаным. Қазір көрсеңіздер, мен көрсете алмаймын енді, бірақ көрсеңіздер, ішімде кубиктерім, пресстерім көрініп тұрады. До такой степени ішім тартылып, әдемі болып арықтағанмын. Қолдарым еш жерім салбырамаған, шүкір. Ханымдар, арықтаудың басқа да жолдары бар, иә? Спорт бар, ПП бар, диета бар, және капсулалар бар. Қазір капсула кең таралып кетіп жатыр. Мен бұл нәрсенің барлығынан ашығуға келмей жатып өткенмін. Спортты да көрдім, ПП-ны да көрдім, диетаны да көрдім. Капсуланы да ең соңғы ашығуға дейінгі көрген методым осы капсула. Бірақ ешқайсысынан мен бұндай ашығу сияқты пайдасын көрген емеспін, керісінше зиянын көрдім. Спорт ПП диетадан мен тастаған салмағымды 2 есе қайтадан қалпыма келтіріп алдым. Ал капсула қолданған кезде, мен молекула деген капсула ішкенмін, оны қолданған кезде ханымдар, менің прям денсаулығым өте төмен дәрежеге түсіп кетті. Бауырым отырды, бүйрегім дұрыс жұмыс жасамайтын болды. Мен паническая атака деген нәрсе басталды. Өйткені дәрілердің құрамына психотропный дәрілер қосылады. Соның әсерінен менің психологиялық тұрғыда да жаңағыдай паническая атака деген өзімнен өзім қорқу, стресске түсіп кету, ешкіммен араласқым келмеу, түнде ұйықтамау деген сияқты осындай проблемалар басталды. Бәлкім қолдан көрген болсаңыз, сіздерде де болған шығар бұндай нәрсе. Көп ханымдар жазады, менде де сондай болды деп. Ханымдар, бұл методтер мен ойлаймын, арықтау кезінде өте дұрыс емес метод деп ойлаймын. Егер сізге өзіңіз жалко болмаса, денсаулығыңызды аямайтын болсаңыз, өзіңізді аямайтын болсаңыз, болашақта ерте өлгіңіз келсе, пожалуйста, іше беріңіз. Бірақ ұзақ уақыт өмір сүргім келеді, бала шағамның алдында аман есен болғым келеді, сұлулығымды сақтағым келеді, денсаулығым жақсы болғанын қалаймын десеңіз, арықтаудың ең керемет әдісі ашығу. Мен бұл ашығуды өзімнің практикамнан өткізіп отырғаннан кейін барып сіздерге айтып отырмын ханымдар. Менде ханымдар, жалпы өзім ғана ашығып жүрген жоқпын. Бұл ашығу саласына келгеніме 1,5 жыл уақыт болды ғой. Осы 1,5 жыл уақыт аралығында 7000-нан астам ханымдардың ашығып арықтауларына себепші болып отырмын дедім, иә. Мен сіздермен қазір кейстермен бөлісіп кеткім келіп отыр. Бірінші кейс менде Арайлым ханым Алматы қаласының белгілі бір жеріндегі ауылдың бір тұрғыны болып есептелінеді. Мұғалім болып жұмыс жасайды. Ашығудағы көрген нәтижесі ханымдар -27 килограмм. Прикиньте, еще Арайлым ханымның қазір суретін шығарамыз мына жерге. До суретін қараңыздар, қандай үлкен болған, иә? Прям жасы деген бір 50-55 жастағы үлкен апа сияқты көрінеді.
бірақ на самом деле жап-жас әйел ғой, енді 40-тан сәл енді асқан әйел да. Ханымдар, қараңыздар после результатын, иә, беті қалай тартылған, қалай тегістелген, до суретінде беті кедір бүдір болып, иә, беті угри болып, прям томпақ болып уже көрініп тұр, денесінің өзі қандай екен бетінен көрініп тұр да. Енді после суретін қараңыздар, беті қалай тартылған, қалай тегістелген, қалай ағарған, еш жері салбырамаған, второй подбородок деген жоқ. Егер адам терісі салбырап қалса, мына жерде көрініп тұрады, былайынан ше, второй подбородок көрініп тұрады. Бұл ханымда онда еш нәрсе болмаған. Бұл ханымның маған күшті айтқан бір сөзі, мектепке барған кезде дейді, жаз айларында ашыққанда бұл ханым, күз басталған кезде енді мектепке қайтадан барған, сол кезде мені коллегаларым танымай қалды дейді. Енді 27 килограмм осыншалықты күшті результат берген. Прям коллегалар жанынан танымай бүйтіп өтіп кеткен ғой. Кейін барып, деп таныған, арайлым сенсің ба деген сияқты. Осындай нәрселер болған. Одан кейін келесі результат, бұл Дина ханым ашығудан минус 8 килограмм нәтиже көрсеткен екен. Бастапқы салмағы 76 килограмм болған, қазіргі салмағы 68 килограмм. Отзыв жазып кетті, отзывын оқи салайын сіздерге. Бір аптада сенер емес результат дейді. Сумен ашығу кайф қой, прям кайф екен, өте жеңіл өтті. Рахмет сізге көп, ісіңіз оңынан болсын. Адамдарға істеп жатырған жақсылығыңыз еселене берсін. Айжана ханым, отбасыңызбен аман болыңыз, бай болыңыз, бақытты болыңыз. Оқытқан оқушыларыңыздың, жаныңыздағы жылу сыйлайтын жандарыңыздың қасында сүйіктісі болып жүре беріңіз дейді. Енді бұл ашығудан кейінгі көрген нәтижесінен шын ықыласымен алғыс білдіріп отырғаны ғой, өте қуаныштымын. Әрбір отзывқа мен как будто бір өзім арықтағандай қуанып отырмын осылай. Одан кейін ханымдар, тағы да отзывтар бар. Негізі отзыв маған күніне 30, 20, 50 шақты өте көп отзывтар келіп отырады. Сіздерге бірнешеуін оқи салайын, иә. Айжана ханым, Динара ханымға Алла разы болсын. Менде бүгін ашығудың бірінші күні 5 күн аштық. 56-да 400-бен бастадым, бүгін 51-де 800 болып тұрмын. Негізі ойлағанмын 7 күн ашығамын деп. Онымен вес қатты түсіп кетті. Ашығудан шығайын дедім, күшті жеңіл жүрдім. Еш жерім ауырмады, үйреніп кеттім. Аллаға шүкір, арманыма жеттім. Екінші ашығуым, бұл екінші ашығуы. 62-де 600-бен бастағанмын. 10 килограмм арықтаппын дейді ханымдар. 2 рет ашығып 10 килограмм, это күшті результат. Менің ойымша, спортпен, пупымен арықтасаңыз, диетамен арықтасаңыз, бұндай тез нәтиже көрсете алмайсыз. Спортпен какой-то бір 6-10 килограмм тастау үшін сіздер бір 3-6 айларыңызды спортқа прям күнделікті арнау керек боласыздар. Ал бір жерде қарапайым 3 күнде бізде 5-7 килограмм нәтиже көрсетіп жатады ханымдар. Сол үшін осы риза болып жатады. Еще денсаулықтарына пайда көріп жатыр, еще арықтап жатыр, еще жасарып жатыр ғой. Әйел адамға ұнайды ғой жасарған негізі. Әжім кетіп жатса қалай қуанамыз, иә? Тағы да келесі кейс ханымдар, келесі тағы бір соңғы бір отзыв оқып жіберейін, иә? Мен де рахмет айтамын Айжана мен Динара ханымдарға. Сумен ашығып арықтаудың жолы схемасын жасап бергеніңе өзімді жеңіл сезініп қуанып отырмын. 7 килограмм тастаппын, күніне 1 килограмм. Сонда келесі айда Алла бұйырса тағы ашықсам деп отырмын. Ол кезде 5 күннен созамын. Мұндай нәтиже аз уақытта қол жеткізсе, неге ай сайын ұстамасқа деп отырмын. Алла риза болсын сіздерге. Методиканы жаттап алдым дейді ханымдар. Өте күшті, керемет. Бұл бізде Ғалия ханым, Ғалия Рабилова дейді. Минус 7 килограмм нәтиже көрсеткен екен. 1 реттік 3 күндік ашығудан. Еще денсаулыққа келіп жатқан пайдасын мен айтпай-ақ түсінікті. Ханымдар, дәл осындай нәтиже көргілеріңіз келсе, мен Құдай қаласа сіздерге алдағы уақытта бұл ашығу туралы үлкен бір ауқымды сабақ жасап, барлығын ашып, тереңдетіп айтатын боламын. Бұл жерде бұндай қысқа уақытқа ашығу деген ауқымды тақырып болғандықтан, адамның ағзасына сондай терең тазалау жасайтын болғандықтан, терең ғылым болғандықтан, аз уақыттың ішінде айтып үлгере алмаймын. Сол үшін осы ханымдар сияқты, мен сияқты результат көргіңіз келсе, маған подписка жасаңыз, мені бақылаңыз, алдағы уақытта сіздермен керемет сабақ өтетін боламын. Ол сабақта прям бұдан да тереңдеу түсіндіретін боламын бұйырса. Ханымдар, тегін сабақ ұнады деген ойдамын сіздерге.
Қош, сау болыңыздар, өздеріңізді сүйіңіздер, жақсы көріңіздер. Әрбір әйел ерекше әдемі, жай ғана сол ерекше сұлулықтарыңызға уақыт бөлсеңіздер болғаны. Сау саламатта болыңыздар. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет.